Саламатсыздар ма? Мен Меңдібаева Салтанат Әбілақатқызы, Назарбаев зияткерлік мектептерінің қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімімін. Шерхан Мұртазаның 100 жылдық жары әңгімесіндегі эпизодтардың маңызы, оқыту әдістері және бағалау деген тақырыптарда өздеріңізбен пікір бөлісіп және іс тәжірибеммен алмасқым келеді. Міне осы тақырыпты жүзеге асыру үшін АИ1 көркем шығармадағы эпизодтардың маңызына негіздеме жасап сөйлеу деген мақсатты 7 сыныпта қалай жүзеге асыруға болады? Бұл мақсатты жүзеге асыру үшін ең алдымен эпизод деген терминмен жұмыс істедік. Эпизодтың көркем шығармадағы негізгі оқиғалардың бір бөлшегі, көрінісі, эпизодтағы кейіпкерлердің өзара дамуы бар, соған қосымша кейіпкерлердің бола алатындығы, эпизодтың, яғни жымдасып келіп, негізгі сюжетке қатысты екендігі, кейіпкерлердің жеке дара дамымай белгілі бір сюжетке байланысты болатындығын біз топта, жұпта алдымен оқушылармен талдадық. Ең соңында балалар мынандай қорытынды шығарды. Эпизод анықтамасымен таныстық, жұпта бір-бірімізге түсіндірдік, топта эпизодтың мақсатын анықтадық. Яғни оқушылардың бұл іс-әрекеттерін қорытындылап айту арқылы тапсырманың өздерінің іс-әрекеттерінің дескрипторын құрастыра алды. Балалар, назар аударайық. Сендер жаңа өздерің эпизод деген сөздің терминімен танысу үшін алдымен өзің жеке оқы. Осыдан кейін барып, жұпта, яғни қасындағы жұпта талқыла. Бұл эпизод дегеніміз не? Ал эпизодтың маңызы бар ма? Оқиғада. Сол туралы топта сөйлес. Тапсырма түсінікті ма? Жақсы, бастайық. Енді топта бір-бірімен талда, қарама-қарсы жұптармен топта талдады. Менің ойымша эпизод дегеніміз, ол біз осы оқыған шығарманың бөлімі болып табылады. Ол жерде белгілі бір кейіпкердің жасаған ісі, оның мінезі сол туралы жазылады. Немесе бірнеше кейіпкерлердің арасындағы қарым-қатынас туралы жазылады. Бір әңгіме бірнеше эпизодтардан тұруы мүмкін. Жақсы, мұна топтан, қане кім сөйлеп жібере ғой, қандай іс-әрекет орындадыңдар? Не туралы айттыңдар топта? Біз топта эпизодтың маңызы туралы айттық. Яғни әрқайсымыз бір аргументтен келтірдік. Яғни маңыздылығын түсіндірдік. Жақсы, рахмет. Отырып сөйлеп жібере ғой. Ал сонда іс-әрекетті рет-ретімен айтып жүрші, бірінші не істедіңдер, екінші не істедіңдер? Сөйлей ғой, Айжан. Ең бірінші біз жұпта сөйлестік. Мен Әділге, мен жұпыма. Бірінші эпизод дегеннің өзінің не екенін түсіндірдім. Осы терминдерді түсіндірдім. Кейін біз топпен жұмыс жасағанда, маған Әдіні өте көп мәлімет берді. Мысалы, эпизод кейіпкерлердің мінезін ашатыны туралы айтты. Және де Әділ мен Иманәли осы эпизодтардың маңызы туралы сөйледі. Осылай біз содан кейін топпен бір-бірімізбен бөлесіп, барлығын түсіндік. Жақсы.
Көркем шығармадағы эпизодқа анализ жасау үшін көркем шығарманы талдаудың барлық аспектілері қамтылған жөн. Яғни бұл қандай аспектілер? Көркем шығармадағы эпизод шекараларын анықтап алу керек. Яғни бұл таңдалған эпизодтың алдында қандай оқиға болды, соңында қандай оқиға болды. Эпизодқа негіз болған оқиғаны оқушылар сипаттап айта білу керек. Эпизодтағы кейіпкерлерді атай отырып, бұлар кімдер? Негізгі оқиғаға қандай қатысы бар? Персонаждар жүйесіндегі орны қандай деген сұрақтарға жауап беру маңызды. Эпизодтың басталуындағы ерекшеліктерді табу арқылы несімен ерекше деген сұрақты мұғалім қоя отырып, сол эпизодтың шығарма дамуындағы, сюжеттің дамуындағы орнын анықтата аламыз. Автордың көтерген проблемасы қандай тәсілдер арқылы берілді? Бұл диалог арқылы берілді ме? Немесе монолог арқылы берілді ме? Немесе көркемдеуіш тәсілдердің бірі сипаттау арқылы берілді ме? Осының барлығы эпизодпен жұмыс істеуде маңызды. Яғни эпизодқа қатысушы кейіпкерді сипаттау арқылы оқиғаға деген қатысын, кейіпкердің көтерілген мәселеге деген қатысын, басқа кейіпкерлермен ара қатынасы, эпизодқа қатысушылардың диалогы арқылы осы мәселеге деген автордың қатысы, яғни жазушының бұл өзі көтеріліп отырған мәселеге деген көзқарасы қоса айқындау маңызды. Әрине, 7-ші сыныпта эпизодтардың маңызын талдаған кезде құрылымын сипаттау, қысқаша сюжеттік талдау сияқты жағына көбірек көңіл бөліп, ал көркемдік тәсілдерге келген кезде портреттердің берілуі, немесе пейзаждардың суреттелуі, немесе диалогтардағы қолданған авторлық сөз оралымдары, немесе оқиғаға деген автордың көзқарасын анықтау кезіндегі көтерілген мәселеге деген автордың жеке пікірі, берген бағасын анықтау өте маңызды. Ал образдық және идеялық байланысын талдауда және шығарма құрылымын түрлі элементтерін қамти отырып талдауда бұл автордың сөзі, пролог, арнау, кіріктірілген фрагменттерге де назар аударған жөн. Яғни, егер осы аспектілер толық қамтылған болатын болса, әдебиет сабағындағы эпизодтың маңызын талдау кезінде оқушылар тұтас шығарманы меңгеру, тұтас шығармаға анализ жасау өте сәтті шығар еді. Енді осыны сабақ кезінде қалай жүзеге асырдық? Осыған назар аударсақ. Алдымен оқушылар үй тапсырмасын тексеріп алу үшін 100 жылдық жара әңгімесін қаншалықты меңгергенін білу үшін мен оларды өрмекші торы тәсілі бойынша ортаға шеңберге тұрғызып, тоқыма жіпті бір-біріне лақтыру арқылы өздерінің білімдерін анықтады, әрі бірінің айтқан жауаптарын екіншісі тыңдады. Ал адамдар Бақтияр бағына басқа кішкірім ағаштарды кесе бастады. Байшаңның өте үлкен ағаш болды. Жақсы. Жұманқұл ағашты кесемін деп адам жылап қалды. Жұманқұл бадырақ көз, кеңсе бойлы, қара үлкен кісі болған. Ауылда Жұманқұлдан басқа барлық ер азаматтар соғысқа қатысты. Жуанқол ол Дадабайдың үйіне барып, сол жерден арақ ішіп алып, сосын шықты Дадабайдың. Жуанқұл, Дадақұл және Қабасақалдар Байшынарға қарай беттеді деп қысқа сөйлемдер арқылы
оқиғаның негізгі мазмұнын бір сөйлеммен беру арқылы оқушылар жіпті келесі оқушыға лақтырып, яғни соңында шеңберге тұрған оқушылардың ортасында айқыш-ұйқыш кермеге тартылған жіптер пайда болады. Осы жіптерге қарап отырып, мұғалім сұрақ қояды. Яғни, бұл жіпке назар аударсақ, неге ұқсайды? Қандай ойлар келеді деген оқушылар бұл жерде мынандай қорытындылар жасады. Яғни, бір топтағы оқушылар бір-бірімен байланыстамыз, немесе бұл айтып жатқан 100 жылдық жара әңгімесіндегі оқиғалар бір-бірімен өте тығыз байланысқан, оқиғаның мазмұны бірінен бірі туындап отырады, ал жеке оқиғалар осы өрмекші торы тәрізді шырмалып жатыр. Яғни, осы қорытындыны шығарту арқылы мұғалім алдыңғы сабағына оқушылардың бағыттай отырып, әрі қызығушылығын тудырады. Бұл тәсілдің мақсатын оқушылар өздері айтқандай, топта жұмыс істеу маңыздылығы, жеке оқиғалардың бір-бірімен байланысы. Енді осы қолдарындағы жіпті жоғарырақ көтерейікші. Енді осы жіпке назар аударыңдар. Неге ұқсайды? Бір-бір деп айтайық. Неменеге ұқсайды? Торға ұқсайды, жұлдызға ұқсайды. Тағда? Тағдаға неменеге ұқсауы мүмкін? Өрмекке ұқсайды деді бір бала. Геометриялық формаларға. Пішіндерге, фигураларға ұқсайды. Рахмет. Ал топтар әртүрлі тәсілдермен сыныпта топқа бөлінгеннен кейін, сыныпта 6 топ пайда болғаннан кейін, әр топтың жеке-жеке тапсырмасын мұғалім таратып береді. Яғни, осы жерде назар аударатын мәселе тапсырманың нұсқаулығының нақты болуы. 7-ші сыныптың жасына орай нұсқаулықтар жай сөйлемдерден және жай етістіктен құралғаны, нақты болғаны маңызды. Яғни, тапсырма эпизодқа тақырып қойыңыз, осы эпизодтағы жазушы көңіл күйін қалай байқауға болады, бұл эпизодтан кейін оқиға қалай дамуы мүмкін деген сияқты әр топқа 4 сұрақтан тұратын тапсырмалар беріледі. Мысалға, 2-ші топқа бұл эпизод арқылы оқиғаның қалай дамитынын байқауға болады. Бақтияр Бауын автор қандай көркемдегіш құралдар арқылы сипайды. 3-ші топқа Кенжегүл кемпірді сипатта, автордың Кенжегүл кемпірді есінен адасқан, ақылсыздау суреттеуінің себебі неде? Саған бұл эпизод қалай әсер етті деген сұрақтарды алдымен оқушылар жеке оқып, ойлануға белгілі бір уақыт алғаннан кейін қасындағы жұбымен талдайды. Жұпта пікір бөліскенден кейін қарама-қарсы жұпта ойларын айтады. Сөйтіп барып, топта талқылағаннан кейін берілген тапсырмалардың, жазбаша тапсырма болатын болса, оны дәптерлеріне түсіреді. Яғни, бұл жерде мұғалімнің қолданған әдісі, сұрақ-жауап әдісін эпизодты ашуға қарай бағыттап отырып, балаларды топта жұмыс істете отырып, және бір-бірінің жауабын толықтыру, бір-бірінен үйрену, бірінің айта алмаған жауабын екіншісі арқылы білімін көбейтіп отыруды ұстанады. Жақсы балалар, жеткілікті. Жұмысымызды аяқтайық. Топта талдап бітсе,
онда әр топтың жұмысын тыңдау үшін ортаға спикерлерін шақырамын. Яғни барлық топтың бірінші тапсырмасы бойынша ортаға бір спикер, әр топтан бір мүше келулерін өтінемін. Бұлай тұра қойып. 4-ші эпизодта әйел адамдар Жоңқылға мінездеме берді. Ол оны күшті, мерген немесе қорқақ адам деп санайды. Біз өзіміздің эпизодымызда өсімдіктердің және жануарлардың аттарының тізімін жасадық. Өсімдіктерге тие жапырақ және картоп жатса, ал жануарларға ителгі, ғарышқа, тұрылтай, үкі, көк қарға және қаршыға жатады. Не себепті автор осы эпизодта құстардың, жануарлардың аттарын, өсімдіктердің аттарын қосты деп ойлайсыңдар? Себебі ол Байшынардағы маңының Бақтияр бауын сипаттағысы келген. Жақсы. Біз өзіміздің тобымызбен Кенжегүл кемпірді сипаттау сұрағына былай жауап бердік. Кенжегүл кемпір осы 3-ші эпизодта шамалы жартылай есінен адасқан болатын. Ол өзі таудың басына шығып, аттан деп айқайлаған болатын. Ол оны өздерінің ұлдарын айтқан болатын. Қайтыс болған ұлдарын айтты ма, балалар кішкене толықтырайық? Оралмаған. Жоқ, әлде ауыл адамдарын шақырып тұр ма? Ауыл адамдарын шақырып тұр. Жақсы. Біздің топта 3-ші эпизод. Біз сол эпизодтың Кенжегүлдің мінезін аша аламыз. Ол өзі көмекшіл, ақылсыздау және кішкене есінен адасқан болады. Бірақ оның есінен адасқан да, оның жалғыз болғандықтан, ол өзі таудың басында жалғыз тұрғандықтан көруіне болады. Бірақ Мыңбұлақтың халқы Кенжегүлдің баласы ауырғанда, боранды күндерде оларға Кенжегүлге жүгіреді. Себебі ол шипалы шөптерді жинайды. Біздің топта 4-ші эпизод және Жыланқұлдың мінездемесінде колхоз әйелдері оны жақтырмайтынын түсіндік. Және ол қорқақ, бірақ мықты адам екенін білдік. Жақсы, рахмет. Енді осы топ мүшелерінің орындарға бара қойыңдар. Айтқандығы туралы, эпизодта көрінісі туралы топта қандай жаңа ақпарат алдыңдар, сол туралы сөйлесейік. Сендер үшін қандай ақпарат жаңа болды? Олай да тұғылады, бірақ ол кішкене географиялық тұрғыда болып. Тағы да кімнің айтқан алуға болады? Я негізі жақсы тағы кімді айтуға болады? Ханның айтуы. Менің ойымша толық болған жоқ. Ол тез Мұғалім сабақты қорытындылай келе, эпизодтардың маңыздылығын және осы эпизодтардағы берілген көркемдегіш құралдардың алатын орны туралы сұрақ қойғанда, оқушылар көркемдегіш құралдардың, яғни соның ішінде 100 жылдық жара әңгімесіндегі диалогтың, портреттің, одан кейін табиғаттың, пейзаждың суреттелуі, міне осылардың әңгімені қызықты қылдыру үшін, детальды түрде анықтау үшін маңызды екенін оқушылар айта алады. Ал кейіпкерлерге байланысты қосалқы кейіпкерлер арқылы негізгі кейіпкердің табиғатын ашуды көрсете білу үшін мен 4 сөйлем тәсілін қолдандым. Яғни осы тәсіл арқылы оқушылар ойларын топта талқылай отырып 4 сөйлеммен берді. Яғни
дескриптор ұсынған кезде жасайтын іс-әрекеттерін нақты көрініп тұрды. Бұл ең бірінші эпизодтың маңыздылығы туралы пікір айту, екінші осы пікірді дәлелдеу, үшінші сөйлемі пікірін орнықтыру үшін мысал келтіру, төртіншісі, яғни қорытынды шығару. Осыған сәйкес дескрипторда пікір айттым, дәлелдедім, мысал келтірдім және қорытынды шығардым деген іс-әрекеттер беріледі. Міне осындай жұмыс түрлері арқылы, осындай талдау арқылы қазіргі кезде көркем шығарманы сауатты талдау біз үшін маңызды, және бұл мақсаттар сауатты талдауға жететін жолдың бірі. Жақсы балалар, жұмысымызды аяқтай бастайық. Қанекей эпизодтың маңыздылығы туралы 4 сөйлеммен жұмысымызды аяқтаймыз балалар. Және аяқталған жұмысты қабырғаға ілеміз. Аяқталған жұмысымен кәне Дімұхамед келе ғой. Басқаларымыз тыңдайық. Дімұхамед қандай пікір айтады екен балалар? Тыңдайық. Бәріміз назарымызды бер қарай аударамыз. Менің ойымша, эпизод кез келген әңгіменің маңызды бөлігі болып табылады. Себебі эпизодтарда әңгіменің реттілігі сақталады да, кейіпкердің мінезі, іс-әрекеті сипатталады. Егер де осы әңгіме эпизодтарға бөлмесе, реттілігі сақталмаса, оқушыға әңгіме қызықсыз және де тартымсыз болатын болады. Жалпы айтқанда эпизод өте маңызды бөлік. Жақсы, рахмет. Енді бұл жұмыстарымды қабырғаға ілулеріңді сұраймын. Бос жағына қарай іле ғой. Басқа топтар жұмыстарыңды іле бастаймыз. Қанекей. Басқа топтар жұмыстарыңды іле ғой. Жақсы, енді назарымызды бері аударайық. Осымен біздің бүгінгі сабағымыз балалар аяқталды. Мына сұрақтарға сендердің жауап берулеріңді өтінемін. Осы сұрақ бойынша топта бір-бірлеріңмен сөйлесіңдер. Қанекей, яғни сен бүгінгі тапсырмаларды орындай алдың ба? Осы туралы сөйлес. Қаншалықты осыған қиын болды, қиындық тудырды ма? Қандай кедергілер болды? Осы сабақтың қорытындысын шығарайық. Яғни оқушылар орындаған тапсырмалар арқылы эпизод бұл көркем шығарманың композициялық құрамдас бір бөлігі, әңгімедегі эпизодтың алатын орны, яғни таңдалған эпизодтағы басты кейіпкерлердің тағдырына әсері, жазушының эпизодтағы көзқарасын анықтады. Қорытындылай келген кезде қазақ әдебиетіндегі бір мақсаты көркем шығарманы сауатты талдауға, эпизод арқылы көркем шығарманың табиғатын тереңірек түсінуге бағыттайды.